Амина ана жақта детский жақта шомылып жатыр. Ана отырға қап-қара чойнем жойнем қазір. Рикс спа бір күндік абонемент қанша теңге екен бағасы деп көпшілігі сұрап жатыр да. Мен сториске инстаграмға салған кезде осы жақта толық ақпарат. Біз Түркістанға қарай шықтық. Мына жақта Амина бар, бұл бассейн барлық ойы бассейн болып отыр Аминаның. Қашан жетеміз деп қазір таксиде отырмыз. Бізге таксиге осындай су жаңа көлік, әлі мынандай пленкасы ма алынбаған осындай көліктің ішінде отырмыз. Қазір жүретін болады. Күшті екен ана машина. Құдай қаласа бізге де осындай су жаңа көлік жоқсты болсын. Жолға қарай шықтық, бисмилля деп. Ал біз міне Рикс Түркістанға келдік. Күшті ма? Аминаға ұнап жатыр. Міне біз кірдік Рикстің ішіне. Осындай тайқазан тұр, іші мынандай. Жүр кеттік. Қызым сал, әдемі бекен. Аминашқа ұнап жатыр. Міне Рикс спаға келдік. Ал, бізге сәттілік. Бізге күшті демалыс болсын, қызым. Бізге осындай шапочка берді бассейнге, осындай браслеттерді. Қызым өзі шешініп, сразу бассейн дейді. Мына жерде раздевалкасы. Жан. Раздевалкадан шықтық. Көріп келдің ба? Мына жаққа қарай баратық. Бұл жақта осындай бай. Мынандай фендер бар. Мен буркинемді киіп алдым. Қазір бұл жақта міне сауна. Бұл бөлмесі дейді. Мына жақта бұлан отыр кәдімгідей. Мына жақта сауна. Қазір былай қарай өткен кезде мына жақта екен бассейні. Міне бассейн. Аминаның арманы орындалды міне. Ой, бассейн деп. Қалай кетті бассейн? Мартта. Ей, жаным. Күшті ма? Молодец. Міне менің дочекам түсіп жатыр. Жаным, бақытты болып жүр өзі. Осындай біз қазір бірінші бассейннен бастадық. Мына жақта ешкім жоқ қой. Тек бір-ақ адам бар екен. Одан кейін қазір ол кісі уже кетіп баратыр ма? Күшті болатыр. Ол жақта ешкім жоқ рахат. Амина екеуміз ақ полный Рикстің спасында. Бір, екі, үш. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр ма? Үлкендерден бат кетесің, е? Жаным, аяғымнан құшақтап отыр. Амина екеуміз ғанамыз ғой, Риксста, е? Амина жан, әбден түсіп жатыр. Аяғым батырып отырмын. Ұнап жатыр ма, Амина? Ал біз бассейннен шығып, міне саунаға, мына жақтың іші деген енді, ыстық қалай отыр қызым қалай демалып? Ыстық ба? Іші осындай, мына жерде жаттық жаңа. Зор екен, иісі де бәрі күшті екен, тап-таза екен, е? Ұнап отыр ма? Мына сауалды, маған ұнап отыр. Ал енді міне бұл бөлмесі дегенге қазір кірейін деп жатырық та. Кірсей. Кәдімгідей. Амина ана жақта детский жақта шомылып жатыр. Ана отырға қап-қара чойнем қазір. Рикс спа бір күндік абонемент қанша теңге екен бағасы деп көпшілігі сұрап жатыр да. Мен сториске инстаграмға салған кезде осы жақта толық ақпарат беріп өтейін. Рикс спа бағасы 18 000 теңге.
12 жастан жоғары, яғни взрослый бағасы 18 мың теңге. Ал егер 6 жасқа дейінгі балаңызбен келетін болсаңыз, бір ересек адамға бір бала екен, ол тегін болады. Ал 6 жастан 12 жасқа дейін 18 мыңның жартысы, яғни 9 мың теңге. Амина 6-дан асып кеткен. Аминаға 9 мың теңге төледік. И взрослый 18 мың теңге. Таңғы сағат 7-ден кешкі 11:00-ге дейін. Ішіне не кіреді? Ішіне бассейн кіреді, түрік хамамы кіреді, 2 түрлі парилка және жаттығу залы кіреді, және ішінде мына жерде меню бар. Бұл жерден тамақ алсаңыздар, осы жақтан өздері официантты жібереді екен, и ар жақтағы барынан кухнясынан алып кеп береді сіз заказ берген. Менюында енді біз Аминаға пицца бердік, сок, ораза ғой, пицца, сок и мороженое алды. 7100 теңге болды. Пиццалар 3500 теңгеден басталады екен. Мына жақта тамақтар да бар, куриный филе, семга бар екен. Мына жерде менюда салаттар бар, закуски, тіске басар дейді. Горячие напитки, мороженое, осындай менюда енді кәдімгі тамақтар бар. Бағалары қатты қымбат емес, қатты арзан емес, средний баға. Қазір енді Аминошқа барайын. Мама деп шақырып жатыр Аминош. Ана жерде қоятын подставка ештеңе жоқ та, мен немді алып келмеппін. Штативімді алып келмеппін. Енді келген кезде штативпен келем, Құдай қаласа. Енді келген кезде кеуім, муслимді да алып келу керек. Детский несі ше, бассейні қатты терең емес екен да. Муслимтайды шомылдырасыз. Міне менің қызым мына жақта шомылып жатыр. Балық суды жақсы көреді өзі ше. Міне Аминок, ей, зәні, қалай бұлай? Қалай болып жатыр? Ұнап жатыр ма? Қарны тойып алды, жаңа пицца жеп алды, мороженое жеп алды. Еще оны тауысқан жоқ, қазір екінші этажда. Ана жерде екінші этаж тұр ма? Мына екінші этажда жаттығу залы, асты бассейн. Жаңа біз саунаға, бу бөлмесіне кіріп шықтық та, қайтадан бассейнге келдік. Осындай вайб. Күшті екен, келіп тұратын жер екен. Ал бізде обед, Аминада обед, мамасында ораза. Ас болсын, әбден шомылды бассейнге мен қызым, е? Енді қазір Риксостың мороженыйын жеп жатыр, клубничный. Қандай екен? Мына жерде пицца заказ берді, пицца жеймін деді өзі, апельсиновый сок. И мына жерде бізде счет 7100 теңге болды. Ас болсын, қызымқа. Жансын. Ал біз жаңа 2 түрлі парилкаға кірдік, бұл бөлмесіне кірдік. Вай, рахат, ана жақта кәдімгі ұйықтап алғансың ғой, рахаттан. И потом бассейнге түстік, душқа түсіп алдық, жақсылап. Соль для тела бар. Осындай скраб жасап алдық тұзбен, жақсылап. Енді қазір мен шашымды кептіріп қойдым, Амина шашын кептіреді. И бізде маска қоямыз, крем жағамыз, уход жасаймыз, в общем, бетімізге. Бізде қазір маска тайм. Амина осыны дейді, мен осыны қоямын. Давайте саған бірінші қойып берейін. Спа-терапия, спа-процедура. Екі түрлі ғой маска. Имбирмен. Менікі фруктовый. Давай шашын тарайын. Осылай ағадан болып қой, Аминаш. Жаным. Бетіміздегі масканы алдық, ендігі этап осыны бетіме, сыворотка ғой бетке. Міне. Бұл негізі сендеріңе анамаңы бұғай сағын.
осылай массаж жасап мына екі жерін көтеріп бетке батырып массаж жасаймын. Мен ше рахат болып қалады сол кезде. Қатты істеп ше. Сосын бұл шамалы сіңеді 5-10 минуттай. Сіңгеннен кейін осы кремді жағатын боламын. Біз қазір тренажерный залдамыз. Міне жаңа бассейннің екінші этажында. Осындай тренажерный зал бар. Амина мына жақта мынандай дорожкада жүріп жатыр. Аты қарап жүреді екенсің ше. Қоссай плюсті бас. Болды қатты несе кетеді. Бірінші осыдан жай жүріп тренировка жасап аласың ғой. Ал біз по процедураларымызды жасап, енді екі түрлі парилкаға кірдік, хамамға, турецкий. Күшті демалдық, я қызым екеуміз. Кәдімгідей ұйықтап та алдық еще. Қазір енді Амина шындақта пиццасын жеп алады, сол күні ішіп алады, содан кейін Ханшайым плазаға кіреміз, я? Аминаға не алуға? Блокнот дейді. Бұл қыз блокноттың несі коллекциясын жинай ма? Блокнот десе ішкен асын жерге қояды. Ішкен пиццасын да жерге қояды. Сол бізге жалпы ұнады, рексіз спа. Осылай арасында өзіңе уақыт арнап, бір күн арнап келуге стоит екен. Енді Құдай қаласа келіп тұрамыз алдағы уақытта. Ол үшін, конечно, лайықты жұмысымызды жасаймыз, адал еңбегімізді жасаймыз. Сөйтіп, Құдай қаласа апта сайын келетіндей дәрежеге жете берейік. Я қызымка? Не жан, ол үшін не істеу керек? Ол үшін көп жұмыс жасау керек, жатпау керек. Көп ақша табу керек. Сөйтіп, апта сайын Риксуста келіп демаламыз, я? Менің YouTube каналыма подписаться етіп тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.